Сәлеметсіздер ме достар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Төреғали Төреәліұлы жайлы ақпарат біле аласыздар. Каналға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Өмір баяны. Төреғали Төреәліұлы 1992 жылдың 14 қазан күні Байқоңыр қаласында дүниеге келген. 2009 жылы Юрий Гагарин атындағы 8-ші мектеп бітірген. Алматы қаласындағы Жүргенов атындағы өнер академиясының колледжін актер мамандығы бойынша тамамдаған. 2009-2011 жылдары Төреғали Төреәлі мансабын айтыстарға қатысып бастаған. Айтысқа қатысуының басталғанына 4 жыл өткенде республикалық айтыстарда 4 темір тұлпар мінген. Эстрадаға көшкені досы Қайнар Алагөзовтың сөзіне жазылған сазгер Шынберген Сүлейменовтың іздеме әнінен бастаған. Мансабында кейінірек орындаған әндердің үлкен бөлігі де Қайнар Алагөзов жазған әндер екені белгілі. Жеке өмірі. Төреғали Төреәлінің продюсері әкесі Төреәлі Төлепов, анасы Аягөз Төлепова, орыс тілі пәнінің ұстазы. Төреәлінің Фариза және Дина есімді 2 қарындасы бар. Төреғали Төреәлі үйленген, 2 қыздың әкесі болып келеді. Төреәлі Төреғали. Алло әні жайлы дау. Төреғали Төреәлі мен Ерке Есмаханмен бірге орындаған Алло әні 2 әншінің танымалдылығына үлкен әсер етті. Төреғали Төреәлінің әкесі әрі продюсері Төреғали Төлепов Ерке Есмахан жайлы сыни пікір айтты. Ерке Есмахан Төреғалидің арқасында танылды. Қанша жыл сахнада жүрсе де, бұған дейін оны ешкім білмеді. Төлеповтың осы даулы пікірі үшін Есмаханның сол кездегі продюсері Баян Мақсатқызы Алло әнінің фильм түріндегі жалғасын жасау жайлы жоспарларын бұзды. Есмаханға әнді орындауға тыйым салынды. Павлодардағы концерті. 2017 жылдың 21 желтоқсан күні Төреәлінің Павлодардағы концерті кезінде «Ұнамайма шығып кетіңіз» деген қарияға айтылған дөрекі сөзі үшін сынға алынды. Павлодар облысының билігі Төреәліні концерттерге шақырудан бас тартатынын айтқан және мәдениет министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы бұған қатысты шара қолданатынын айтып кеткен және Төреғалидің ісі үшін сынға алды. 2023 жылы сотталуы. 2023 жылдың маусымында Төреғали Төреәлінің есірткіге мас күйінде көлік жүргізуі және оның полициямен тоқтатылуы көрсетілген видео қоғам назарына түсті. Әншінің адвокаттары оның мас күйінде болғанын мойындамады, тек оның жол ережесін бұзғанын мойындады. Инцидент нәтижесінде 14 маусым күні Төреғали Төреәлі қамауға алынып, көлік жүргізу құқығынан 7 жылға айырылды. 15 маусым күні Төреәлінің адвокаты Эльнора Кішкенебаева өзінің Инстаграм парақшасында әншінің ауруханаға жеткізілгенін мәлімдеді. 16 маусым күні Төреәлінің 20 тәулік бойы изоляторда қамалуы және оған қарсы билік өкілін қорлау 378 бап қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бойынша қылмыстық іс қозғалғаны белгілі болды.